Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен ашытқысыз қамырдан үй жағдайында өте жұмсақ және дәмді пицца дайындап үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуларыңызды сұраймын. Пиццаның салмасын қалауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Мен қызанақ, саңырауқұлақ, шұжық, авокадо және сулугуни ірімшігін қолдандым. Видеодан көріп тұрғандай, қамырды дөңгелек етіп жайып, май жағылған формаға салып, қамырға осындай тесіктер жасаймыз. Бір ас қасық томат пастасына бір ас қасық қаймақты қосып, жақпасы ретінде қолдандым. Енді салмасын саламыз. Саңырауқұлақ, қызанақ, шұжық. Ірімшігін салмай тұрып, 180-200 градус қызып тұрған пешке 20 минутқа пиццамызды пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін шығарып, бетіне авокадоны жағып, ірімшігін сеуіп шығамыз да, қайтадан пешімізге 5-7 минутқа қойып, пиццамызды соңына дейін пісіріп аламыз. Міне, пиццамыз дайын болды. Пицца өте әдемі, жұмсақ және дәмді болды. Ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк қалдырып, комментарий жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.